саламатсыздармы? Бірге әрине лайфхакер. Бүгін біздер әрине реакция және де аниматорлар көреміз. Сіз бұл нені көрсеңіз, менің өмірім деген канал. Ал біз кеттік бастаймыз. Мен сіздер айтарым, каналға видео басталмай жатып сіздерден каналға жазылуларыңызды сұраймын. Бұл каналда сіздер түрлі қазақша анимациялар көретін боласыздар. Бәріне сәлем, менің атым Айся. Мен сендерге өзіммен болған бір түрлі оқиғаны айтып беремін. Қазір неше түрлі челлендж өткізген модада ұстадым. Комментарийға әрі қарай не істеуге болатынын жазып кетіңдер. Достар, видео басталмай жатып сіздерден каналға жазылуларыңызды сұраймын. Бұл каналда сіздер түрлі қазақша анимациялар көретін боласыздар. Сәлем, менің атым Лиза. Бір қарағанда мен кәдімгі адаммын. Мен мектепте оқимын. Барлығындағы сияқты мен достарым бар және ұнатпайтын да адамдарым бар. Бірақ ата-анам менен қорқатын сияқты. Олардың менен құтылғысы келеді. Әпкемнен құтылған еді олар солай. Барлығы мына кезде басталды. Менің сыныбымда Тим атты бала бар. Оны аса ұната бермеймін. Ол ұсқынсыз, ақылды және химия мұғалімін жақсы көретін оқушысы. Біз Тим екеуміз көп келіспейтінбіз. Бірақ мұғалім бізді достастырмақшы болды. Бізге ортақ проект берді. Менің басыма өте мықты идея келді. Елестете аласыздар ма? Ақылды деген Тимға емес, ал менің басыма проектті айтқандай жасадық. Бірақ мақтаудың барлығы Тимға болды. Тим мұғалімге проекттің барлығын өзім жасадым деп айтты. Ал мен болсам түк істемеппін. Ол Тимнің айтқанына сеніп, маған 2 қойды. Сосын мен одан өш алғым келді. Менде Тимға арналған сыйлық болды. Оның ішінде өз-өзінен атылатын краска бар еді. Жоспар былай болды. Мен сыйлықты оның шкафына саламын. Ол сыйлықты алып ашқанда бум! Енді бұл краска оның бетінде. Ал мен болсам, мұны видеоға түсіріп интернет болды. Мен сыйлық. Достар, жалғасын көргіңіз келсе, әрине каналға тіркеліп лайк басыңызды. Сау болыңыздар достар. Сіздермен болған әрине лайфхакер.